Ақ қатын. Авторы Шаруа Пірмәт. Арыс өзенінің оң қапталындағы ұзына бойы 7 шақырымға созылған бұл ауылдың бір қарағанда осы төңіректегі үздік создық елді мекендерден анау айтқандай өзгешілігі жоқ. Оның қақ ортасынан өтетін ені 20 метрдей топырақ жолға соғыстан кейінгі жылдары шағал тас төселіп, пар ат жегілген арба етсе де, екі жағындағы үйлерді әдеттегідей қалың шаңға бүктірмейтін болды. Көшені әр жерінен көлденең кесіп өтетін оқ-арықтарға көпір салынды. Ауылдың тұсынан жоғарырақта өзенге қиғаштап салынған талтай ағаштардан тұрғызылған тоған су деңгейін көтеріп, ауылдың желке тұсынан тартылған оманырақ арқылы тұрғындардың егін жайларын суғаруға мүмкіндік береді. Ағын суды үнемдеп пайдалануға колхоз басқармасының ұйғарымымен мұрақ болып бекітілген. Апақай жауапты. Ол дүниеге келген кезде әппақ қыз аталып, анасы Жайна қыздың еркелетуімен Апақай болып кеткен. Енді міне, жұрт оның көзін бақырайтып қойып, ақ қатын дейтін болды. Өзі де әппағына әппақ. Атына секіріп мініп, секіріп түседі. Колхоз бастығы Пәрімбеттен басқа кез келген еркек оның бетіне тура қарап сөйлей де алмайды. Осы ауылда ұйымдастырылған Сталин колхозында 400-ден астам үй, 2,5 мың гектар суармалы, 3 мың гектар дәлімі, 1000 гектардан астам жайылым жер бар. Негізгі кәсібі мақта өсіру. Одан бөлек 10 шақты отар қой, аздаған ірі қара мен жылқыға биылғы жылы тауық фермасы қосылды. Мақтаның жаны күн сәулесі мен су екені белгілі. Күннің батып шығуы Алланың қолында, ал судың билігі Апақайдың уысында. Кімге қашан, қанша су беруді өзі шешеді. Оның есебін жанынан тастамайтын қайыс сөмкесіндегі киіз кітабына жазып қояды. Соғыстан кейінгі мешін жылында бұл жақта айтарлықтай құрғақшылық болды. Өткен қыста қар аз жауып, өзен суы тартылып қала жаздады. Жаңбыр дегенің жаумай қойды. Ауа райының қолайсыздығын байқап, колхоз бастығы мақтаның гектарын азайтып тастады. Сол үшін де ол райкомның бюросында жұмыстан босап кете жаздап, қатаң сөгіс алып, әупіріммен орнында қалды. Басқа колхоздар мақтасының жартысын қуратып алғанда, Сталин колхозы мақталығын түгел аман алып қалды. Ұлы Қазан мерекесіне орай Апақай Құнанбаева Ленин орденін кеудесіне тақты. Колхоз бастығының баяғы қатаң сөгісі мерзімінен бұрын алынып тасталды. Дәл осы жылы шілдеде түске таман күн күйіп тұрғанда атыз-атызды аралап келе жатқан Апақай оқ-арықтың тозғанын бұзып, мақталықтың біраз жүйегін орып кетті. Айдалаға ағып жатқан бір құлақ суды көреді. Астындағы атын қамшылап тұра шабады. Жекен мырзаға деп айқай салады. Ешкім дыбыс бермейді. Болмаған соң жақында ғана сушы болып бекітілген Жекеннің үйіне шауып келсе, жартымсыз қайнысы көзін уқалап алдынан шығады. Ашуы тас төбесіне шыққан Апақай ұмтыла түсіп, Жекенді қамшының астына алады. Үйінен 2 қызын жетектеп әйелі шығады. Айқай-шуға көрші-қолаң жиналады. Не керек? Апақайдың айқайымен біраз адам тұра жүгіріп, тоғанды бекітіп, жүйектердің басын қайта тартып, суды ретке келтіреді. Болған жайт әсіресе Апақайдың қамшымен қайнысын сабағаны сол күні-ақ бүкіл ауылға тарайды. Еркек біткен Жекеннің ішін кептірсе, әйелдер жағы Апақайды есекке теріс мінгізеді. Тіпті біреулері ақ қатын еркекке деген ашуын қайнысынан алды десе, енді біразы бұты қышып бара жатса, сол қайнысына неге тиіп алмайды? Өзінің әмеңгері ғой, дейді. Қайсы бірінің аузына қақпақ боласын? Апақай сол сөздерді естіп, ішінен мүжілді. Талай күндер көз жасына ерік берді. Маған соншама не керек еді? Қайныма қол көтеретіндей. Басқа қатындар сияқты
кетпенімді арқалап, мақтамды шауып жүре бермедім бе, деп ойлады. Мұны естіген парторг Ахметов қылпаңдап, Құнанбаеваның мәселесін партия жиналысына қараймыз депті. Бірақ колхоз бастығы сөзді көбейтпеңдер, қамшы сілтесе өзінің қайнысы деген көрінеді. Оның үстіне арық атыздың басына жеткілікті шым жеткізілмегені, тоғанның көлденең ағашының шіріп кеткені анықталып, 3-ші бригаданың бригадирі орнынан алынып, счетчик қызметінен төмендетіліпті. Сонымен бәрі тыншығандай болған. Бірақ апақайдың алай-түлей болған көңілі тыншымады. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Жұрттың айтқан сөздерін ұмыта алмады. Қарап тұрсаң, бәрі де дұрыс. Азаннан кешке дейін атқа мініп алып, арпылдап жүргені жүрген. Өмірі бір таусылмайтын жұмыс. Жаз бойы су суғару, күз түссе егін жинау, ал қыс бойы сор шаю. Қазіргі кезде тыныш отырып, тыныш ұйықтай алмайтын болды. Күні бойы шаршап, тамағын ішер-ішпестен төсегіне құласа ғана қалың ұйқыға беріледі. Ал жұмысы жеңілдей қалса, бір ойдан кейін бір ой қамап, әбден миын шағады. Алданатын баласы, бағатын байы жоқ. Өзі қатарлы қатындар майданда өлген күйеулерін жоқтап, жылап-сықтап жүрді де, қайындары бар ма, қайнағалары бар ма, мейлі әйтеуір соғыстан ақсақ-тоқсақ болып оралса да, ыңғайы келген еркекті қойнына тартып, бір-екі баладан туып алды. Кейде солардікі де дұрыс-ау деп ойлады. Оның бер жағында осы өмірдің мәні неде? Егер өмірдің мәні тұрмыс құрып, бала туу болса, онда баланы кімнен туу керек? Кез келген еркектен емес шығар. Одан өзге өмірдің мәні еңбек ету болса, онда сол еңбектің түрін де таңдау керек. Жоқ, өмірдің ағынымен кете беру керек пе? Бұл ретте апақайдың өз пікірі бар. Адам ақылды мақұлық, бәрін ақылмен, жүрек қалауымен істеуге тиіс. Апақай күйеуімен бары жоғы 2 ай отасты. Сол жазда соғыс өрті тұтанып күйеуі Бәкенді жұрттан бұрын алып кетті. Содан көп кешікпей ақ қара қағаз келді. Қайнағасы Төкенде әскерге кеткен еді. Бір аяғынан айырылып қайтып келді. Келгені бар болсын, арақ ішкеннен басқаны білмейді. Абысыны бәден азар да безер. Ал қайнысының жақсысы жетпей әскерге алынбаған. Ол да бір бейшара, анық кер жалқау. Оның үстіне 2 сөздің басын құрап сөйлей де алмайды. Қашан көрсең басы салбырап жүргені. Еркек сияғы жоқ сорлы. Сонымен бұл жерде апақай талқармайтындай дәнеңе де жоқ. Қара күзде жиын терім біткен соң, облыс орталығында мақташылардың слеті өтті. Оған арнаулы шақыртумен колхоз бастығы мен апақай қатысып қайтты. Слет болардан бір күн бұрын, бұлар таң азанымен жақында райкомның разнарядкасымен озат колхозға деп берілген қызылды-жасылды боялған тачанкаға мініп шықты. Пар ат жегілген мамық арбаны айдап барып келеді дегені жас баланы әурелеп кәйтеміз деп сүріп тастады да апақай арбакештің орнына өзі отырды. Түске таман шұқыр сарайға келіп жетті. Әрі-бері өткен жолаушыларды түстендіріп, кешке қарай келіп жеткендерін қаналқыға қабылдап, қызмет етуге үйренген үй егелері дылпылдап жүріп, бұлардың жағдайын жасады. Жуынып, шайынып, дастарханнан дәм татқан соң, 2-3 сағат демдерін алып, одан әрі жүріп кетті. Апақай жол жөнекей мына тачанкаға риза боп келеді. Ресейдің Ростов қаласында шығарылған, бастықтарға арнап жасалған жеңіл көлік жан рахаты екен. Тіпті арбакештің астына да пружиналы жұмсақ орындық қойылыпты. Бастық отырған кресло қандай екен, деп ойлап қойды. Апақай айтпақшы, бұл кісі күні бойы не де ойлап отыр екен? Ауылдан шыққалы бері бір ауыз бірдеңе демеді ғой. Ал апақайдың ойынан осы Шымкентке барамыз деген сөз шыққалы бері осы кісі кеткен емес. Колхозды 10 жылдан бері басқарып келе жатқан Пәрімбет Нарымбетов апақайдың күйеуіне 4-ші атадан барып қосылады. Мүмкін содан да болар, үнемі мұны қолдап қуаттап келеді. Мінезі қатал,
діні қатты. Бұл кісі апайға шындап ұрысқан емес. Не айтса да жайлап айтады. Соның өзі жеткілікті. Неге екенін кім білген? Соғыс басталған жылы-ақ қара қағаз алып жесір қалған бұған бір ретте көз салған емес. Басқа әйелдерге айтылатын көп әзіл әңгіменің біреуін де бұған қимаған. Бірақ мұның көңілі сол кісіге ауады да тұрады. Әсіресе соңғы кезде. Рас, анау қанқұйлы соғыста күйеуімен қатар көп еркектер опат болды. Тірі қалғандары ақсақ-тоқсақ. Солардың өзі шертіп-шертіп жүріп, 2-3 қатын алып алған. Ауылдан ұзап шыққан кезде естіп біліп жүр көрші колхоздардың бастықтары қарамағындағы қатындарға қырғидан тиіп, әрқайсысына 2-3 бала туғызып қойған. Тек Перімбет Нарымбетов қана өз етегіне ғана намаз оқиды. Шындап келгенде апағай бұл кісіні сол үшін де құрметтейтін шығар. Әйтпесе көрінген ұрғашының етегін көтере берген еркекте не қасиет қалады? Бұл кісі қазіргі әйелінен бұрын 2 рет үйленген. Алғашқысы 2-ші баласының үстінде қайтыс болған. Ал екіншісін неге екенін өзі біледі. Төркініне апарып тастаған. Түбі қатын құмарлығы жоқ, шаруаның адамы. Құлқын сәріден тұрып алып егін жайды аралайды. Сәскеде келіп үйінде таңғы шайын іше салысымен мал фермаларына жөнеледі. Одан әрі ұстахана, гараж, құрылыс, қойшы әйтеуір бір тыным таппайды. Ал кешке күн сайынғы наряд, есеп алу, тапсырма беру. Осы ойлармен отырған апақай қалаға кіріп келе жатқандарын бірақ байқады. Қайнаға қалай қарай жүрейін деп сұрады. Бозаға қарай. Колхоздың базасы ескі шаһар жақта. Ауылдағылар жолдас деп айтатын қазақшаға судай өзбек шалдың үйі. Әйелі Бахара. Ол да бір мың болғыр адам. Әсіресе тамақ пісіруге құмбыл. Үйін, қора-қопсысын мұнтаздай етіп таза ұстайды. Колхоздың тіршілігімен келгендер, тіпті өз жұмысымен жүргендер де осында тоқтайды. Ас бөлмесі, еркектер мен әйелдерге арналған 2 жатын бөлме әрқашан тап-тинақтай болып даяр тұрады. Базаға келіп жайғасқан соң, бұларға жолдас шал тауық етін турамыштап пісірген қолбала палау әкеледі. Мұндай палауды апақай да пісіреді. Бірақ бұған неше түрлі дәмдеуіштер қосылыпты. Колхоз бастығы тамақ үстінде жолдас шалды әңгімеге тартып, ара-арасында өзбек әскияларын айтып өте көңілді отырады. Апақай бұл кісінің әзілқой екенін бұрыннан байқайтын. Ал бүгін оның өзбек халқының тұрмыс тіршілігін, мінез-құлқын соншалықты терең білетініне таң қалады. Тамақ желініп, шай ішіліп болған соң үй егелері ыдыс-аяқтарды жиыстырып шығып кетті. Кетерінде Бахара апа, сіздердің жатын жайларыңыз дайын тұр, деді. Бастық пен Мұрап бір сәт оңаша қалды. Тоқ басуға 1-2 сағат уақыт керек. Қашан, қайдан алғаны белгісіз, бастықтың қолында қалың мұқабалы кітап пайда болды. Өзімен өзі кітап оқи беруге ыңғайсызданды ма, кенет апақайға қарап, осы сенің төркінің Шымкентке тиіп тұратын бір ауылда сияқты еді, деп қалды. Я, бадам жақ шеттегі Көкбұлақта. Әке-шешеңнің қайтыс болып кеткенін білемін. Бауырларыңның кім бар? Барып келіп тұрасың ба? Апақай қапелімде не дерін білмей, төмен қарап біраз отырып қалды. Әлден уақытта барып, бір інім бар еді. Жіңішке ауруға ұшырап, үйленбей жатып қайтыс болып кетті. Өзімнен үлкен әпкем Шәуілдір жаққа тұрмысқа шыққан. Бала көтермеді. Былтыр сізден 2 күнге сұранғанға сол кісінің жаназасына барып қайтқанмын. 5 бала туған бетпақ күндесі бар. Жездем де тірі. Бірақ не деп барамын? Кімге барамын, деді мұңайып. Көңілі босап көзіне жас үйірілді. Сұрауын сұрап алып, өзі ыңғайсызданып қалған бастық. Енді қайтесің? Құдайдың басқа салғанын көнесің де. Дегенмен өткен іске өкінбе, деген атам қазақ. Өзіңнің денсаулығыңды ойла деп қойды. Біраз үнсіздіктен кейін тағы да, денсаулықпен қоса тұрмысты да ойлау керек, деп қосты. Басқа жақты қайда, біздің ауылда сенен кет әрі демес еркектер бар. Оның үстіне қайнағаң да, қайның да бар ғой. Апақай реті анық келіп тұрғанын пайымдап көптеп
көптеп ойында жүрген нәрсені ірікпей айтып салды. Қайнымды қайтейін, інімен жасты қылып. Ал қайнағамды білесіз, арағымен бозасынан артылмайды. Ауылдағы басқа еркектердің 2-3-тен қатыны бар. Шындығын айтсақ, сіз де менің қайнағамсыз. Жолыңыз да үлкен, жүрегіңіз де кең. Сен не депті отырсың? Қайнағамен үйстіп те әзілдей ме екен? Апақай айтарын айтса да, мына кісі жекіріп тастар ма екен? Жоқ, үзілді кесілді бетімді қайтарар ма екен деп ойлаған еді. Мына сөзінен соң іші жылып сала берді. Енді еркінсіп, атамыз қазақ, әзілің жарасса, атаңмен ойна демей ме? Бірақ бұл әзілім емес, имандай шыным. Өзі ыңғайлайтын шығар деп осынша күттім. Өзім айтуға ұятым жібермеді. Ендігісін өзіңіз біліңіз. Апақай өзінің мына сөздеріне іштей риза болды. Жан сарайы ашылып, бір жеңілдеп қалды. Бар салмақ ана кісіге ауды. Енді не дер екен? Еркек басымен бұдан қашып құтылуға әрекет жасар ма екен? Әйтпесе намысқа тырысып мақұл деп қалар ма екен? Не айтса да шын көңілдегісін айтса болар еді. Әлде партбилеті мен қызметін қимай бұғып қала ма? Болмаса үйіндегі әйелі, бала-шағасының аяқтарда ма екен? Үнсіздік ұзаққа созылды. Жоқ, бір шешімге келген екен. Тек қалай жұптап айтуды ойласа керек. Тоқтамай сөйлеп кетті. Шырағым, апақай, сен қара қағаз алғаннан кейін менде қабырғам қайысып, бір дұрыс адамды кездестіріп, аяқтанып кетсе екен деп ойлағанмын. Біраз уақыт өткен соң, саған күйеу болатын адамды енді өзім ойша іздестіре бастадым. Оның да реті болмады. Соңғы кезде сені өзгеге қимайтын күйге ұшырадым. Бірақ менің жасым сенен әжептәуір үлкен. Саған қол созғаным ұят емес пе деп тағы ойландым. Әйтпесе сенен өзгеден ұялып, немесе қорқып үріккенім жоқ. Егер мақұл десең, ертең-ақ некеге тұрайық. Мен 100 жерден коммунист болсам да, тек бір құдайдың қорғамын. Зинахар болғым келмейді. Апақайдың жүрегі лүпілдеп, көзі жыбылықтап, рахмет сізге, дей берді. Орнынан ұшып тұрып жатын бөлмесіне қарай жүгірді. Қуанған мен қорыққан бірде екен. Есікті жауып алып, күліп тұрып жылады. Жылап тұрып күле берді. Ертеңіне бұлар облыстық драма театрына барып жиынға қатысты. Бір жақсысы, Пәрімбет Нарымбетовты слеттің президиумына шақырды. Әйтпегенде қатар отырып әбігерге түскендей екен. Облыс басшысы ұзақ сонар баяндама жасады. Мамандар мен еңбек озаттары мінбеге шығып, өз сөзін сөйледі. Олардың не айтып, не қойғаны апағайдың құлағына кірген жоқ. Тек өз ойымен болды. Кешегі әңгімеден соң енді не болар екен деп іштей қобалжыды. Ең ақыры, егер қайнағаммен қосылсам, бастықтың әйелі Қанткүл шешеге не бетіммен қараймын деп ыңғайсызданды. Қос алақанымен еріксізден екі бетін ұстай алды. Дуылдап тұр. Ана кісінің қасымда отырмағаны қандай жақсы болды деп қуанды. Слеттің салтанатты бөлімі түрлі сый-сияпат үлестірумен аяқталды. Бастықтың кеудесіне бүкіл одақтың көрменің алтын медалы тағылды. Апағайға қағазға орап 56 сом сыйлық берді. Бұл ақшаға 2 қозылы қой сатып алуға болады деп топшылады іштей. Түскі үзілістен соң ұйымдастырылған көрмеге де бармай, концертке де қарамай, бір шайханадан түстеніп алып, екеуі қаладағы жалғыз мешітке ат басын тіреді. Шыны керек, апақай бәрі де дәл осылай жылдан болады деп ойламаған. Колхозда да ойлаған ісін ұзын арқан, кең тұсау жасамай, тындыруға үйренген бастық әй-шайға қарамай некелерін қидырып алды да қала шетінде тұратын ескі танысының үйіне тартты. Үй иесі сақалы қауғадай, өзі түйенің жарты етіндей орыс екен. Бастықтың құшағына алып жібермей біраз тұрды. Ішке кіріп амандық саулық сұрасқан соң, қонақтарды орыс шалдың кемпірі сыртқа шайға шақырды. Үйдің әулесі алма бағына жалғасқан екен. Дастархан мәзірі ағаштан оюлап жасалған 8 бұрышты бастырмаға жайылыпты. Кейін білді, бұл жер қорғасын зауытының жеміс-жидек, көкөніс өсіретін бауы екен. Арырақтың жүзім қатарлары көрінеді. Балаханалы үлкен үйдің жанында қойма, қонақ үй, асхана,
монша сияқты бірнеше құрылыс салынған. Бүгінгі күн тура жаздың күніндей шайдай ашық болып тұрды. Апақайға аспандағы күн жақын арада батпайтындай көрінді. Құдай жарылқағанда қонақтарға деп монша жағылған екен. Рахаттанып шомылып алды. Одан әрі боянып таранып болған соң кешкі асқа отырды. Апақайға осының бәрі көрген түсте еді. Ең қиыны қонақ үйдің кең бөлмесіндегі ағаш төсекке бару болды. Әлі есінде, алғаш күйеуге шығып, некесі қиылғанда шымылдық құрылған бөлмеге кірмей, төрт аяқтап мұны сүйрелеген келіншектерге бой бермей біраз әурелеген. Содан бір алпамсадай әйел келіп, мұны лақтай көтеріп алып, шымылдық ішіне атып отырған. Енді бүгін мұны сүйрелейтін де қайтер екен деп таң атқанша аңдитын да ешкім жоқ. Амал қанша ішке кіріп, жайлап басып төсектің төмен жағына барып отырды. Одан арғысы оп-оңай болды. Кешегі қайнаға бүгінгі байы әп-сәтте құшақтай алып, кеудесіне басты да көйлегін жоғары көтере бастады. Бұлар орыс шалдың үйінде тағы бір күн қонды. Шалдың кемпірі қазақша түсінгенімен сөйлей алмайды екен. Тек анда-санда председатель хороший мужик деп апақайдың арқасынан қағып қойды. Мұны зерікпесін деді ме, үйрек қазын, тоқал ешкілерін, жеріні жер сүзетін сүтті сиырын, неше түрлі тұздалған, қайнатылған капуста, қиярларын көрсетіп шықты. Өң мен түстей болған тағы бір күн мен түнні өте шықты. Бетіне қан жүгіріп, көзі шарадай жанған апақай нағыз ақ қатынның өзі болып шыға келді. Әлі қуаты қайтпаған, ел басқарып ат үстінде жүрген еркектің 50-ге келсе де, 30-дағы түгілі 20-дағы келіншекті де қартайтатын шамасы бар екен. Осы 2 тәуліктің ішінде жаңа үйленген жастардың күйін кешкен екеуі шексіз бақытты еді. Дегенмен елге қайтатын кезде келіп жетті. Өмірлік бірге болуға уәделесіп, ара қатынастарын әзірше жұртқа жария етпеуге, сондықтан есебін тауып, ауылдан тыс жерде кездесіп тұруға сөз байласты. Ауылға келген соң бір ай өтер өтпестен апақай төкен қайнағасын үйіне шақырып алып сыртқы дарбазасын жөндеткізеді. Кешке қарай қазанға ет салып, дүкеннен бір бөтелке арақ әкеліп жақсылап күтті. Мұндай сыйды көптен көрмеген қайнағасы көңілденіп әу деп ән айтып, біраз қылжақтап отырды да отырған жерінде ұйықтап қалды. Ертеңіне түннен қалған тамақты жеп, бөтелкенің түбіндегі арақты ішіп, жұмысына жөнелді. Содан бір аптадан кейін шақыртпай-ақ келіп, бұл жолы шарбақты жөндей бастады. Тағы да тамақ асылып, шаң бастыға бір шөлмек әкелінді. Арақтың жартысын ішер-ішпестен қылжиып қорылға басты. Құдай ұрғанда таң атпай жатып есіктің алдында төкеңнің қатыны бәден келіп тұр. Әй шай жоқ, шәңкілдейді дейсің. Әй сүмелек, шық бермен. Сен байғұсқа қатын керек болды ма? Сен алдымен мені ақ жарытып алсайшы. Біреудің шарбағын жөндемей-ақ, өзіңнің үйіңді түгендемейсің бе? Ой әумесер, ой маскінем. Осы кезде үйден апақай шыға келді. Әй абысын, не болды соншама? Жөндесе інісінің шарбағын жөндепті. Біз енді айдаладағы біреу болып қалдық ба? Бәден одан әрмеп шаптықты. Әй ақ қатын, сен бір күні дарбазаңды жөндетесің, тағы бір күні шарбағыңды жөндетесің. Одан қоймай таң атқанша қойныңа алып жатасың. Бай сұрап бара жатсаң, тиіп алмайсың ба? Аузыңа байқап сөйле абысын. Бір-екі рет қонып қалса не болды? Менің де ақым бар шығар, керек болса тиіп те аламын, білдің бе? Одан әрі бәден бөз боран болып, жылап күйеуін жетектеп алып кетті. Апақайға да керегі осы айқай-шу еді. Өйткені қалаға барып келген соң, көп ұзамай етек кіріп келмей қалған. Одан әрі лоқсып, құсатынды шығарды. Не керек? Ішіне бала біткені анық болды. Жұрттың алып қашпа сөзінен құтылу үшін ойлап-ойлап қайнағасын шақырып алып жүргені сол. Апақай бастықтың жарлығымен сиыр фирмасының меңгерушісі болып ауысты. Бір жағынан бұл жұмыс бұрынғысына қарағанда тыныштау, екінші жағынан сүт өткіземін деп Шымкент жаққа барып тұруға жақсы еді. Ал Шымкентте уәде бойынша Пәрімбет Нарымбетов күтіп тұрады. Тағы 2-3 ай өтті.
Апақайдың беті, әлпеті де, тіпті жүрісі де өзгерді. Белі жуандап, қарны шыға бастады. Жұрттың бәрінің басқа шаруасы жоқтай, тек апақайды сөз қылып отыр. Өткендегі қулығы іске аспады. Әй ақ қатын, кімнен туайын деп жүрсің? Бұл Серікбайдың сұмырайы. Қорықпай-ақ қой, әйтеуір сенің байыңнан емес. Менің байымнан болса ше, тақияңа тарлық қылмас. Өзің-ақ қарық бола бер сол сасық төкеңе. Жылына бір рет жуынбайды мақұлығың. Апақай мұндайлардың кез келгеннің аузына құм құюға дайын. Дегенмен, расын айтып, бетін ашып алғысы келді. Алдымен бәсекеңнің өзімен келісіп алған жөн, бірақ үлгермеді. Сол кісінің әйелі бұны оңашалап алып, апақай шырағым, халің жақсы ма? Аяғының ауырлағанын байқап жүрмін. Саған Құдайдың да рақымы түсіпті. Қашанғы қинай берсін, әлгі қайнаған жағдайыңа қарасып жүрме. Әрі десе балаңның әкесі ғой дегені. Апақай біраз үнсіз қалды. Содан кейін барып, жоқ, баланың әкесі ол емес деді. Онда кім? Енді Құдайдан жасырмағанды сізден қалай жасырайын? Баланың әкесі сіздің үйдегі қайнаға. Не дейді? Мына көктенек, сен өзі не тантып тұрсың? Бәленің бәрін істеп алып, енді маған ұялмай қызармай айтып тұрсың ба? Қанткүлдің түрі әлем тапырақ болды. Аузын ашып, ернін жыбырлатты, сөйлей алмады. Сіз сұраған соң айтып тұрмын. Түбі бір айтылуға тиіс еді. Құдай үшін кешіріңіз, айып менен. Түлен түртті ме, кім білсін. Аңдамай, ала жіптен аттап кеттім. Одан әрі апақайдың даусы дірілдеп отыра қалды. Көзіне мүнтілдеп жас келді. Жалт бұрылып, кешіріңіз мені, деп Қанткүлді құшақтай алды. Үлкен абысынның жүрегі жібіді ме, кім білсін, мұны итеріп тастамады. Қайта бір қолымен арқасына жайлап қаға берді. Бұған апақайдың көңілі босап, еңіреп жылап жіберді. Көзінен парлап аққан жас кеудесін жуды. Содан әзер дегенде жылауын тоқтатып, жүгіріп барып бет-аузын жуып келді. Үстінен жүк түскендей жеңілдеп қалған екен. Осы кезде барып Қанткүл тілге келді. Менің өзімде бір нәрсені сезгендей болып, мына ақ қатын біздің шалдың дәметіп жүрме деп ойлап едім. Ақыры рас шықты ғой. Мен сенің жағдайыңды жақсы біремін. Артыңда арқа сүйер ешкімің жоқ. Оның үстіне байыңның осындағы екі бауырының екеуі де сүмелек болып шықты. Сен де анау-мынау қатын емессің. Сондықтан да жұрт сені ақ қатын дейді. Өз бағаңды өзің біліп, елдің бір еркегіне көз салдың. Суға батқан тал қармайды дегендей, келіп таңдағаның біздің шал болыпты ғой. Осы әңгімеден соң бәрі жайына келді. Бастық қорасындағы бір малын сойып, молдаға Құран оқытып, елдің батасын алды. Бәрінен ақ қатын озды деп дуылдады еркектер. Ал сендердің қолдарың жетпеді, іштерің күйсін деп табалады оларды әйелдер жағы. Араға жылдар аралатып екі бала, бір қыз туып алды апақай. Тассайдағы ауыл шаруашылығы техникумында сырттай оқып бітірді. Әйтеуір жақсылықтың жаманшылығы ере жүреді деуші еді. Ауылдағы аузы жыбырлақ бір кемпір. Сол айтқандай апақайдың басына тағы да қара бұлт үйірілді. Кіші баласы мектепке барған жылы отағасы жаман аурудың азабын тартып қайтыс болды. Қанткүл екеуі екі жақтан күтіп бақты, бірақ болмады. Туралап келген кесел абзал азаматты о дүниеге алып кетті. Содан көп ұзамай райкомның бірінші хатшысы келіп, колхоз бастығын сайлау жөнінде жалпы жиналыс өткізді. Өзімен бірге бастық қоямын деп көрші колхоздың парторгын ала келген екен. Колхозшылар бір ауыздан бастық апақай болады деп отырып алды. Апақай 10 шақты жыл бүкіл ауылды жатқызып тұрғызды. Колхоздың тышқақ лағын жемей, өзгеге де жегізбеді. Адал еңбек етті. Жұрт оны бұрынғыша ақ қатын демей, әпеке, енді біреулері апатай дейтін болды.